Сәлем достар, баршаңызға бүгін сіздерге қатпарлы нанның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал бісміллә деп мен ұнымды осылай ыдысқа салып дайындап алдым, және жылы суымыздың үстіне ашытқымызды салып, жақсылап араластырып, ертіп аламыз. Және оның үстіне тұзымызды саламыз. Кішкене ерігенше жақсылап араластырып, жылы суымызды осылай ұнымыздың үстіне құйып, және сұйық майымызды құйып, жұмсақ керемет қамыр илейтін боламыз. Әркімде ұн әрқалай болады. Сол себепті егер қамырларыңыз өте жұмсақ болып кетсе, кішкене ұн қоссаңыздар болады. Менің рецептіме жасасаңыздар өте керемет рецепт шығады деп ойлаймын. Мінекей достар, қамырымды илеп алдым, осылай керемет болып шықты. Жұмсақ болып шықты осындай. Қамырымызды 15 минутқа тыңдырып қоямыз. Бетін жауып, жылы жерге қоюымыз керек. Енді ішіне салатын салмамызды кесіп дайындаймыз. Осындай пиязымызды өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турасаңыздар да болады. Мен кішкене осындай ұсақтау етіп турадым. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, арнама тіркеліп, жақсы пікірлеріңізді қалдырып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Көк пиязымды турап алдым. Достар, көк пиязды қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Ол өте маңызды емес. Мінекей пиязымның үстіне кішкене сұйық майымды құйдым. Татымына қарай кішкене тұз салдым, және қара бұрыш салдым. Достар, мен кішкене паприка қостым. Паприка қоссаңыздар өте дәмді болып шығады. Ол да әрине қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Жақсылап барлығын араластырып аламыз. Мінекей, менің ішіне салатын салмам дайын. Осылай бәрін дайындап, енді қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болғандықтан, ұнды жақсылап салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Менде осындай 2 жаймасы шықты. Кішкене ұнды салыңқырап қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өткен біздің жұмсақтау болады. Өте жұқа етіп жайып алуымыз керек. Жұқа болса біздің нанымыз өте дәмді болып шығады. Осылай барлық жеріне осындай сары майымызды жағып шығуымыз қажет. Мінекей толықтай мен майымды жағып шықтым. Енді үстіне салмамызды, жуамызды салып, барлық жеріне осылай жайып салып шығуымыз қажет. Достар, мен қамырым өте үлкен болғандықтан, мен ортасынан бөліп, осылай домалақ етіп алдым. Осыны жиегінен алып, шиыршықтап, осылай домалақтап аламыз. Мінекей достар, жаңағы қамырымнан осындай 2 ортасынан бөлгендіктен осындай 2 бөлігі шықты. Бір бөлігін осындай пергамент қағазымызға салып, осылай дөңгелек етіп, екіншісін жалғастырып, осылай домалақ қылып форма жасап алдым. Үстін қатты баспасаңыздар да болады, бассаңыздар да болады.
осылай кішкене басыңқырап 10 минутқа 15 минутқа қойып қойсаңыздар, бетін жауып, содан соң бетіне жұмыртқамызды жағып 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әрқалай болады, сол себепті қарап тұрып пісіріп алсаңыздар болады. Мінекей достар, өте дәмді болып, өте дәмі керемет болып шығатын қатпарлы пияз қосылған нанымыз. Жасап көруге кеңес етемін. Сіздермен болған Жанар Баймұрат. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Сау, саламат болыңыздар.